Сәлем көк аспан. Сәлем көк аспан. Сәлем жер ана. Сәлем жер ана. Сәлем, сәлем достарым. Сәлем, сәлем достарым. Қайырлы күн апайға. Қайырлы күн апайға. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Балалар, бүгінгі жақсы көңіл күймен бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметін бастаймыз. Балалар, бүгін біздерге үй жануарларымен танысамыз, жақсы ма? Балалар, қазір бізде қандай мезгіл? Көктем. Қазір бізге көктем мезгілі балалар. Көктем мезгілінде неше ай бар? Көктем мезгілінде 3 ай бар екен. Атауларын айтамыз. Наурыз, мамыр, жарайсыңдар балалар. Балалар, бір аптада неше күн бар екен? Арлан, бір аптада неше күн бар екен? Дұрыс айтасыздар балалар. Бір аптада 7 күн бар екен. Кәне атауларын айтамыз. Бірінші күн дүйсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсыңдар балалар. Жақсы, тамаша балалар. Олай болса балалар, орындарыңызға отырамыз. Балалар, сендер үй жануарларын білесіңдер ме? Қандай үй жануарларын білесіңдер? Сиыр. Сиырдың түрі балалар. Бұзау екен. Балалар, сиыр қандай деп шығарады? Ал мынау. Бұл балалар не екен? Түйенің түрі. Балалар, түйені қалай деп ұстайды екен? Ал мынау балалар. Қойдың түрі. Қозы. Балалар, қой қалай деп ұстайды екен? Ал мынау балалар. Ешкі екен. Ешкінің түрі ағар. Ешкі қалай деп ұстайды балалар? Ал мынау балалар. Қандай жануар? Иттің күшігін не дейміз балалар? Иттің баласын күшік деп айтамыз, не балалар? Қалай деп ұстайды екен? Ал мынау бізде мысық екен, не балалар? Мысықтың баласы марғау. Мысық қалай деп ұстайды балалар? Балалар, бұл біздерде үй жануарлар екен, не балалар? Үй жануарларында біздерге не береді екен балалар? Сүт береді екен, айран береді екен, қаймақ береді, ет береді екен. Сосын не істейміз? Кейбір қойдың жүнін не қыламыз балалар? Оларды да пайдаға асырады екенбіз, үстімізге киім болып тігеді екенбіз. Олардың барлығы үй жануарлар екен, е? Сіздерге үй жануарлар. Танысайық. Мен жылқымын. Менің төлім құлын. Мен адамдарға саумал, қымыз беремін. Саумалдың емдік қасиеті өте көп. Мен сиырмын. Менің төлім бұзау. Мен сүт, құрт, май, айран, ірімшік беремін. Әрқайсысы өзінше пайдалы әрі дәмді. Мен қоймын. Менің төлім қозы. Менің қалың жүнінен адамдар жылы кеудеше, шұлық тоқып киеді. Мен ешкімін.
менің төлім лақ. Менің сүтім ерекше дәмді және барлық ауруға шипа. Мен итпін, бұл менің күшігім. Мен үйді қарауылдап, адамдарға өз пайдамды тигіземін. Балалар, бүгін бізге қонаққа ақылды мысық келді балалар. Ол мысық жай келген жоқ балалар. Азиз, мысық бізге балалар тапсырма алып келді. Мысықтың алып келген тапсырмасын бірге орындаймыз ба балалар? Мысық бізге жай келмепті. Мысық бізге тапсырма алып келді. Мысықтың тапсырмасын жақсылап орындасақ балалар, үй жануарлар бізге сыйлық беріп жіберіпті. Сол сыйлықты бізге табыстайды. Жақсы ма? Мысықтың айтуынша бірінші тапсырма балалар. Үй жануарларын түледерін табамыз. Жақсы ма? Орындамызға барып отырып, бірінші тапсырманы орындаймыз. Жануарларын түледерін табу. Жақсы ма? Ал бастаймыз. Кәне, Алихан. Это котик. Белый. Папа, что сюда? Сюда-то? Ботая балалар. Балалар, мысықтың екінші тапсырмасы балалар жұмбақты табу. Бұл не? Аяқ? Жарайсыңдар балалар. Сиыр екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Жұмбақты жақсы таптыңдар, жарайсыңдар балалар. Енді балалар, сіздермен бірге сергіту жаттығуын жасаймыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді мысықтың бізге ақырғы тапсырмасы бар екен балалар. Бізде қағаз берілген, қағаздың қиындыларынан ұсталған жануарлардың бейнесін жасап шығуымыз керек. Жақсы ма? Онда орныңыздан тұрып тапсырманы барлық балалар бірге жасайды. Жақсы ма? Жүре қойыңдар.
бізге қағаз берілді. Балалар, мына қағаздың қиындыларын аламыз. Бұған біз клей жабыстырамыз балалар. Клейлерді жабыстырып, қағазға жабыстырып шығамыз клейлерімізді. Алдағы әже бізге мысықтан сыйлық беріп жіберіпті. Сендер тапсырманы жақсы орындаған үшін балалар. Бүгін бізде қандай жануарлармен танысты? Сиыр. Үй жануарларымен танысты. Соның ішінде сиыр, жылқы, мысық, ит. Бізде балалар үй жануарларымен таныстық, иә? Біздерге не береді екен? Жылқы, сиыр, қой. Бізге не береді екен? Сүт береді екен, ет береді екен, не бала? Қаймақ береді екен, құрт береді екен. Қымыз береді. Жақсы балалар. Бізге ауылдағы әжеміз балалар мысықтан балалар бізге құрт әзірлеп беріпті. Өз қолымен балалар бізге құрт әзірлеп беріпті. Осыны бізге не қылды? Мысық сыйлыққа алып келді. Қазір сендерге табыс етемін, жарай ма? Қане балалар, бәріміз қараймыз. Балалар, осымен бүгінгі біздің ұйымдастырған оқу қызметіміз аяқталды. Келесі кездескенше балалар.